Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Мен бүгін ер азаматтарға расклад ашқым келіп отыр. Ер азаматтарда көп сұрақ мазалайды. Әйеліммен қарым-қатынасымыз онша болмай кетті. Екеуміздің арамызға біреулер түсті. Яғни келіншегімнің өзінің туысқандары, өзінің әке-шешесі кедергі жасап жатыр. Содан кейін ұрыс көбейіп кетті, ажырасуға да алып келіп жатыр деген сияқты сұрақтар қойылады. Қазір ер азаматтарға ашамыз. Бұл расклад ер азаматтарға арналады. Көрейік, әйелмен қарым-қатынасы қалай болады екен. Кім кедергі, не кедергі көретін боламыз. Бастамас бұрын айтып кетейін, ер азаматтарға арналған расклад. Яғни өзінің әйелімен қарым-қатынасы онша болмай, біреулер кедергі келтіріп орталарына түсіп жатқан жағдайлар сондай көбінесе кездесіп тұрады менде де. Енді соған ашып көрейік. Қандай кедергілер бар араларында. Бұл қарым-қатынас барлығы біткен деген сияқты. Бұл бір-бірін жақсы көресіздер, бір-бірлеріңіз жақсы көресіздер, бірақ тек қана қоштасу, яғни бұл жерде бір чаша жоқ, мына өзімен бірге алып кетіп баратыр. Бұл дегеніміз уайым, бұл дегеніміз айырылысу, қоштасу деген сияқты картаны білдіреді. Бұл өзіне қымбат нәрседен айырылу, яғни өзіңізге қымбат нәрседен айырылу, және де өзіңізге қимайтын сондай нәрседен өз еркіңізбен емес, яғни бір не бар арасында. Өзіңізге деген қимастық нәрседен айырылу, өз басыңызбен бас тарту емес, өзіңіздің қалауыңызбен емес, негізі бұл нәрсе, сондай нәрсе болып жатыр. Болашағыңызға деген кішкене қорқынышыңыз бар, уже аңдап басу деген сияқты. Болашаққа деген қорқыныш деген сияқты сізде бар десем болады. Алға қарай жылжу да бар сізде. Негізі барлығы қоштасуға келіп тіреліп тұр. Енді өзіңіздің әйеліңізді көрейік. Жүрегі жаралы болып тұр. Оған да ауыр, негізі сіздің әйеліңізге де өте ауыр. Өйткені бұл жерде кедергілер, көбінесе кедергілер болып тұр. Сіздің де өзіңіздің гордость дейміз ғой, сондай бір мінезіңіз бар. Сондай мінез, бұл негізі келіншектің жүрегі жаралы болып тұр. Енді ары қарай не болады көрейік. Келіншектің сізге деген сезімі бар, әлі де бар. Бұл жерде сақтап қалу, отбасыңызды сақтап қалу сіздің қолыңызда, негізі сіздің қолыңызда болып тұр. Ары қарай картамыз не дейді көрейік. Бірге бола аласыздар ма, қайттан қосылу бар ма? Сіздің келіншегіңізде тағы да қайттан қосылу бар ма? Көрейік. Колесница. Негізі бір-бірлеріңізде жол, перспектива деп тұр ғой, сондай бір, может, орталарыңызда бала, бір-біріңізді қосу деген сияқты, сондай қарым-қатынас жол сияқты, бірақ көрмей кетпейсіздер, бір-бірлеріңізді көріп тұру деген сияқты болып тұр. Бұл жерде қыз уже
сізді ойласа да бала шағам бар ғой деген сияқты болса да қыз уже теріс қарап тұр, уже көндіріп тастаған туысқандары. Енді бұл жерге келетін болсақ, башня деген карта түсті. Башня деген карта түсті. Бұл жерде айырылысу, яғни бұл карта сондай бір черно-белый, ақ пен қара болып тұр ғой. Бұл дегеніміз уже разрушение, барлығы біту деген сияқты, қоштасу деген сияқты. Бұл башня уже как мертвый деген сияқты болып тұр да. Сондай бір тірі нәрсе көріп тұрған жоқсыздар ғой. Талдың өзінде де жапырақ жоқ, өйткені бұл қарым-қатынас уже аяқталған деген сияқты болып тұр. Қыздың ойында да, сіздің ойыңызда да. Тек қана сол бала болып тұр да екі ортада. Енді пентакли. Так, бұл жерде әбден ойланады. Қыз жаңағыдай келіншегіңіз ойланады. Бәрібір айырысуға келіп тіреліп тұр. Кедергілер бар ортада. Өңкей қылыш шығып жатыр, мечей. Картамызда теріс шығып жатыр. Уже күтпеймін деп тұр. Бұл жезлов деген нәрсе негізді күту дегенді білдіреді. Бұл теріс қарап шығып тұр. Уже мен бұл күйеуімді күтпеймін, бұл уже мен күйеуім емес деген сияқты өз-өзін көндіруде уже қыз. Бұл жерде императрица уже өз-өзін тастаған, стресс жағдайда уже бұл қыз. Ары қарай не болады, көрейік. Әлі де махаббат сезімі бар ма, көрейік. Әлі де махаббат сезімі бар ма? Келіншегіңіз жақтан, қыз жақтан махаббат сезімі бар ма? Әлі де үміттеніп жатырмын ғой менде, көрейік. Ойы әртүрлі. Маған келеді, сезімін айтады деген ой бар, бірақ тағы да башня шықты. Яғни айырылысу, кету, қоштасу деген сияқты. Енді сіздің ер азаматтың ойын білейік. Уже бұл жерде тек қана міне кедергілер болып тұр. Екі орталарыңызда кедергі. Бұл жерде уже қыз мінезін отталкивает, сізден уже кетіру деген сияқты. Қыз уже мен қаламайды деген сияқты ойда жігіт. Бұл общий расклад. Егер де сіздер жеке аштырам десеңіздер, мен WhatsApp номерімді жазып қалдырамын. Хабарласыңыздар. Қандай да бір сұрақ мазаласа, соларға сұрағыңызға жауап алыңыз деп айтқым келеді. Осымен менің раскладым аяқталды. Сау болыңыздар.